ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, құрметті мұсылман бауырлар, Аллах субханала ва тағала баршамыздың жасаған құлшылық ғибадаттарымызды қабыл етсін. Өткен тақырыпта имам Абу Ханифа мен оның шәкірті Абу Мұқатилдің арасындағы әңгіме жаңағы біз адамды сыртқы іс әрекетіне қарап па, әлде жүрегіне қарап момын деп атаймыз ба деген кезде кәпір деп біз олардың жүректеріндегіні білмейміз. Ол Алла тағала аян, біз адамның сыртқы келбеті іс әрекетіне қарап қана үкім бере аламыз. Біреу бізбен қатарымызға келіп намаз оқып, дәрісімізге қатысып, оразамызды ұстап, ауыз ашарда бірге жүрме, ол мұсылман. Қайтыс болса жаназасына барамыз, кебіндейміз, мұсылман зиратына жерлейміз. Ал енді бір адам келіп жаңағы айтса мен атеистпін, болмаса мен христианмын десе, біз не дейміз? Ол сен мұсылман емессің деп есептейміз. Ертең ол адам қайтыс болған жағдайда біз оның жаназасын қатыспаймыз, кебіндемейміз, мұсылман зиратына жерлемейміз. Неге? Оның біз жүрегін білмейміз. Мүмкін жүрегі мұсылман шығар. Оның жүрегін Құдай біледі. Бірақ біз адамдардың сыртқы іс әрекетіне қарап қана біз үкім бере аламыз. Бірақ ол бізге әл-хукму илля лилля, үкімді беруші Құдай. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, бір адамды көресіңдер жәннаттың амалын істеп жүреді, сен оны жәннаты деп қалма дейді. Мүмкін оның пешенесіне тозақы деп жазылған болса, оның соңғы амалы сол тозақтық амал болады да тозаққа кіреді дейді. Ал екінші бір адам тозақтың амалын істеп жүреді дейді, сен оны көріп тозақы деп қалма дейді. Мүмкін ол пешенесіне жәннаты жазылып, ол өмірінің соңы таяған кезде жәннаттық амалды істеп, ол иманға келуі мүмкін. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан біз ешбір адамға үкім бермеуіміз керек. Енді қалал мутағаллиму рахимахулла Абу Мұқатил тағы былай сұрақ қояды. Қат уасафтал адла. Сіз ақиқатты сипаттап көрсеттіңіз дейді. Яғни тоқ етерін айттыңыз. Уалакин ахбирни мин айна жа аслул иржа ва ма тафсируху ва мин аллази юаххару ва юржа амруху. Енді дейді, жақсы, сіз өте жақсы айттыңыз дейді, бірақ сіз мына нәрсені маған айтыңызшы дейді. Мынау иржа дегеннің негізі қайдан шықты дейді. Иржа деген мынау мұржилар шыққан. Бұлар жаңағы Абу Ханифаның кезінде болған, оған дейінде қалыптасқан исламнан шыққан ағымдардың бірі ретінде мұржилер дейді. Бұлардың аты өзі мұржи деген сөз, яғни кешіктіру. Яғни кейінге қалдыру деген сөз. Бұлар айтты, адам ла илаха иллалла Мұхаммада Расулла деп тілімен айтса болды, мұсылман деді, жүрегіне қарамаймыз деді. Сондықтан бұлар не деді? Жаңағы адам кәли иман келтіріп тұрып, адам күнә жасаса деді, күнәсі оған пайда бермейді деді. Яғни зиян келтірмейді деді. Өйткені бұлар қияс қылды. Мысалы дейді, бір дінсіз адам, кәпір, дінсіз, мешіт салса дейді, ол мешіттің сауабын алмайды, иман келтірмегендігі үшін. Мысалы, бір атеист кеп бізге жақсылап тұрып, бір 10 мың адамды қаскелеңге мешіт сап берді. Сауабын ала ма? Алмайды. Мұржилер осыны қияс қылды. Сол сияқты ашхаду ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мұхаммед, Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммеднің оның елшісі деп тілмен ислам келтіріп тұрған адам дейді, зина жасаса, арақ ішсе дейді, оған күнә жазылмайды дейді. Кәпірге не жазылмаған, сауаптың жазылмаған сияқты дейді, мұсылманға күнә жазылмайды деген. Сондықтан бұлар не деді? Адам тілімен айтса болды деді, амал керек емес деген сөз. Сондықтан осы нәрсенің асылы қайдан шықты деп имам Абу Ханифа уама тафсируху, және оның тәфсіріне ал енді уамин аллази юаххару ва юржа амруху, ал енді кімнің ісі иржа жәнеға кешіктірілген болып саналады дейді. Яғни иржа жасаушы, кешіктіруші кім дейді. Енді бұған Абу Ханифа рахимахулла жауап береді. Енді осыған жақсылап мән берейік. Қалал алиму рахимахулла, Абу Ханифа рахимахулла айтады. Әл-ғилмун юнтафағу бих деген осы міне. Абу Ханифа артында адамдар пайда алатын ілім қалдырды.
ілім қалдырды. Өзі ақша төлеп оқытқан шәкірттерін. Жа аслул иржа мин қибал мәләикати. Негізінде иржа іші періштелер тарапынан келді дейді, асылы. Яғни адамдар осы тұрғыдан түсінді. Хайфу ғарадаллаху алейхимал әсма thumma қала лахум. Алла тағала ол періштелерге мынау жаратылған нәрселердің есімін сұрады. Thumma қала әмбиуни би әсмаи хаулаи. Мына нәрсенің атауларын аташ деді періштелерге. Тау, тас, су, өзен, көл, ағаш, тал, терек деген секілді. Бұлақ деген секілді жаратылған нәрселердің аттарын аташ деді. Мынау не, мынау не, мынау не деп. Фахафатил мәләикату әл-хатаа ин такалламу биғайри илм дейді. Енді олар дейді сақтық қылды дейді періштелер дейді. Қате нәрсеге ілімсіз сөйлеп, қате нәрсеге ұрынып қаламыз деп олар қорықты дейді. Тағассуфан, яғни өздеріне жаңағы бір жақты болып қалғандықтарынан. Фауақафат сөйтіп тоқтап қалды. Уақалат, және бұлай деп айтты. Субханака ла ғилма лана илля мағалламтана. Я Раббымыз, сенің үйреткен іліміңнен басқа бізде ілім жоқ қой, біз оны қалай атаймыз деді. Олар атаса болатын еді. Бірақ қазір атап қалып, қателесіп қаламыз деп тоқтатты дейді өздерін. Уәләм яптадиғу, сөйтіп олар не істемеді дейді, жаңағы шектен шығып кетпеді дейді. Карраджули әлләзина юсалу ан амри әлләзи хуа жахилун бих. Енді бұны былай түсіндіреді. Ләм яптадиғу деген періштелер не істеді? Алла тағала не деді? Мына жаратылысты көрсе, мынаны атаңдар деді, атауларын деді. Тас, жартас, құз деген сықылды. Қар, су, жаңбыр деген секілді. Олар айтты, яғни бір нәрсені айтып ілімсіз, қателесіп қап жүрерміз деген нәрседен қорықты да не дейді? Е Аллахым, біз сен үйреткен нәрседен артық ештеңені білмейміз ғой деді дейді. Сондай сақтықтың арқасында олар не істеді дейді? Олар жаңа нәрсеге бидғатқа ұрынған жоқ. Мына адам секілді дейді. Карраджули әлләзи юсалу анил амри әлләзи хуа жахилун дейді. Өзі білмейтін іс жайлы сұралған адамның мысалы секілді дейді. Мысалы мен химияны білмеймін. Сөйтіп менен біреу химия туралы сұрады да, сіз мынада элементтердің қосындысы туралы не дейсіз деді, мысалы. Егер мен білмеймін, одан хабарым жоқ. Фаятакалламу фи уәла юбали дейді. Ол мән берместен ол жайында сөйлей бастайды дейді. Мен кірсе бастаймын, менді химия деген мынадай ғой деп та. Ол химияны білетін адам айтады, мынау қазір не білдірейін деп отыр дейді да. Мынау бастады ғой. Сондықтан надан адам дейді, білмеген нәрсесін сұралған кезде дейді, ол сөйлей бастайды дейді. Уәла юбали деген мән де бермейді, мен не айтып жатырмын деген нәрсе болмайды. Қазір адамдар бар, діннен бір мәселеге айтады, негізі дейді, менің ойымша дейді да, сен кімсің? Сенің ойыңша дейтін. Ол мен айтып жатқан жоқпын ба, мына мешіттің ішін қандай түспен әрлейміз деп жатқан жоқпын ғой мен. Сол кезде болады да сен енді кішкене, мен үйімде негізі көкшілдеу ғой, мен көкшілдеу свет ұнай ма, білмеймін деп айтуға болады да. Біреуі мына лампішке жарай ма, жарамай ма, әлде люстра қоямыз ба деп имам сұраса, көз қарасыңды білдіруге болады да. Енді сен білмейтін нәрседен, халал харам мәселесінен, ақида мәселесінен сұраса, енді ол менің ойымша деген болмайды ол жерде. Менің ойымша деген. Көрдіңіздер ме? Біреу кеп сұрады, тәке деді, сіз енді мешітте барып жүрсіз, 2 сертификатыңыз бар. Не деді? Қиямет қашан болады? Соны айтыңызшы деді да. Қияметтің ілімі бізге белгілі ме? Тарихта қаламыз да, тәке екеуміз тарих. Содан не керек? Анау Абайдың бір өзінің замандасымен әрқашан замандасы енді кішкене қисықтау болса керек, Абаймен тартыса береді екен. Енді атын ұмыттым, тілінің ұшында тұр, бір замандасы болған. Сөйтіп Абай кеп, енді Абай оқыған ғұлам адам ғой.
Енді анау қара жаюға салып алып, жаңағы бұрынғы сарсаңға салып тіресе береді екен Абаймен. Дұрыс болсын, бұрыс болсын. Сөйтіп бір күн әлгі адам нашар жатыр деген кезде Абай зиярат етіп барған екен. Сонда айтты: Сарыбай ма аты бірден енді. Сөйтіп айтыпты: сен кешір енді. Енді екеуміз біраз жерге дейін бардық. Пендешілік болды деп, енді Абай ұлық болсаң кішік бол дейді, кішірейген ғой. Сонда анау жатқан Абай кісі айтпайды: Абай, мен саған ренжіген жоқпын депті да. Семен, зато мен деген тарихта қалдым деген да. Зато мен тарихта қалдым. Бас істеген ғой. Зато мен тарихта қалдым деген. Мен саған ренжіген жоқпын Абай деген. Ол да ақмақ болмаған да, бірақ енді дауласса да. Түсіндіңіздер ме? Шынымен де тарих, біз қазір айтып отырмыз да оны. 2 ғасырдан кейін айтып отырмыз да жаңағы. Сонда анау Абаймен сөзге кеп қала беріп, Абай енді ренжітіп қоймады, мен нашар жатып қой, барып кешірім сұрайын, алдынан өтейін деп. Абай барса анау жымиған ғой. Мен ренжіген жоқпын деп та. Мен қайта қуанамын, өйткені мен тарихта қалдым деп. Көрдіңіздер ме? Сол секілді тәкесіз тарихта қаласың иншалла. Енді мына жерде мына жерден сіздер мына нәрсені қарасаңыздар, Абу Ханифа қандай бір нәрсе болмасын не істейді? Мысал келтіреді. Осыны естен шығармаңыздар сіздер. Бұл пайғамбардың жолы. Пайғамбар 5 уақыт туралы мысалды қалай келтірді? 5 уақыт намазды үйдің алдынан ағып жатқан өзенмен тең еді. Енді анау Абу Ханифаның әрбір мысалын жаңағы жауабына қарап отырсаң, бір мысалды беріп отырады. Сіздер де біз дінді жеткізгенде адамдарға хикметпен, мысалмен келтіру керек. Бізде сол нәрсе жетіспей жатыр. Төтесінен ұрып қаламыз. Мысалдар келтіретін болсақ. Жаңағы Осман империясында жаңағы Машайха дейді, сол кездегі Осман империясының мұсылмандар діни басқармасының жаңағы несімен шииттердің ғалымы дискуссия жасамақ болған, пікір талас жасамақ болды. Сөйтсе жейді, анау шиит жамағатын бәрі жиналып кеп алған дейді, жаңағы дайындалуға, тартысқа дайын дейді, кітаптарын алып алған дейді жаңағы. Сөйтсе жаңағы сүнниттердің шейхі, Осман империясының жаңағы муфтиі болып отырған адам, бүйтіп аяқ киімін қыстырып келе жатыр дейді жаңағы. Ана шииттің шейхі жаңа приколсып, сен оқулық көтеріп келеме десем, сен анау аяқ киім көтеріп келе жатқаның не деген ғой. Сонда ана кісінің мақсаты басқа ғой. Пайғамбардың аяқ киімін ұрлап кеткен шииттер менің де аяқ киімді ұрлап кетпесін деп өзіммен алып келе жатырмын деп айтады дейді. Сонда ана шииттердің шейхі тұрып айтады дейді: пайғамбардың кезінде шиит болған жоқ, пайғамбардың кезінде шиит болған жоқ депті да. Сонда сүннит айтты: онда сендер қайдан келдіңдер деді. Сонымен әңгіме біткен. Көрме, бізге сондай даналық керек бізге. Ана біз үйге барамызда бас салып, ағайын туыс жинап алып, ойбай күйесің, жанасың жаңағы. Өкіресің, бақырасың, көріңде жылан болады деп қорқытамыз да. Оған біз хикметпен жеткізуіміз керек. Даналықпен жеткізуіміз керек. Мысал келтіруіміз керек. Ол санасына алыстау болып тұрғаннан кейін ғой ол. Не айтасың енді деген сияқты. Бірдеңе жетіспей тұрады. Соны біз қарау керек, оған не жақын. Может жаңағы қонаққа шайға шақырып, дастархан жайып, повод жасау керек па? Әлде жаңағы жүр мен сені қыдыртып келейін. Болмаса жүр мен сені умраға апарып келейін. Мүмкін жүрегі ашылатын шығар. Әртүрлі біз нені жасау керек. Біз бас саламыз, қабылдайсың ба? Қабылдайсың жоқ. Мен сенімен амандаспаймын. Бауырым деп есептемеймін. Ол сондай дін болады. Асма бинті Әбу Бәкір пайғамбарға келді: менің анам бар деді, мүшрик деді. Мен не істеймін деген кезде не деді? Сен оған қызмет жаса деді. Алла тағала Құранда не деді? Сендер олар жаңағы бірақ жағдайда тыңдамайсыз ата-аналарыңызды. Шіркке шақырған кезде ғана. Қалған нәрсенің бәрінде тыңдайсыздар. Шіркке шақырғанның өзінде қол сілтеп кетпе дейді. Оларға жақсы мәміле жаса дейді. Жақсы мәміле. Мүмкін кеп қалар. Фаятакаллам фи уала юбалид. Фа ин лам юсиф фа хуа мухтиун. Ал енді қараңыздар, жаңағы білмейтін адам өзі білмейтін нәрседен сұралды. Сөйтіп ол сөйледі дейді. Сөйтіп ол тура айтпаған болса дейді, мұхтиюн, қателесуші деп айтылады дейді. Уин асаба
фахуа гайру махмудин. Ал егер ол точно айтқан болса дейді, жауапты дейді, ол мақталмайды дейді. Лияннаху қала тағассуфан биғайры ғилми, өйткені ол ілімсіз сөйленгендіктен оны мақтамаймыз дейді. Біреу келді, мен химияны білмеймін да, мысалы, шыны керек. Сұрады, менен деп айтып қалдым деді, примерно деп. Сөйтіп дәл шықпады. Сосын анау айтады, сіз қателестіңіз деп. Мүмкін қателескен шығармын, өйткені мектепте химияны жақсы оқымаған едім деген секілді. Бірақ анау сұрап қалды да, жаңа угадай мелодия деген секілді, точно шығып қаласың ғой жаңағы. Кімнің әні десе бір точно шығып қаласың ғой. О, сен дәл түстің деп, оны мақтамаймыз дейді. Қараңыз. Абу Ханифа айтады. Неге дейді? Өйткені ол дейді, ілімсіз сөйлегендіктен дейді. Келесіге повод бермеу керек оған. Мысалы, мен тәкеңе бір сұрақ қойдым. Мынау қалай дедім? Тәкең отырды айтты. Макрухау шамасы деді. Шынымен дәл түсті да. Шынымен дәл түсті да. Бірақ жақсы малы өте тамаша деп айтпаймыз дейді Абу Ханифа. Өйткені ол ілімсіз сөйледі дейді. Керісінше оны басып тастау керек. Көрдіңіздер ме? Сондықтан ол жаңа ғана біреу енді деп қоясың ғой, жаңа бір дәл түссе жаңағы. Бұл жол жауабын тура түстің десе, енді бізде қарап жүрген жоқ қой деп қоясың да. Жоқ, олай демеу керек дейді оларға дейді. Лияннаху, неге? Өйткені ол ілімсіз сөйлетті, ол барлық жерде олай шыға бермейді ғой. Барлық жерде олай шыға бермейді ғой. Уализалика қала Аллаху тағала линабихи саллаллаху. Қараңыздар, неге мақтамаймыз дейді. Өйткені дейді, ол ілімсіз сөйлет дейді. Ал Аллах субханау тағала пайғамбары жайлы Құран кәрімде уәлә тақфу мә ләйсә ләка бихи ғилмун дейді. Сен саған ілімі жүктелмеген нәрсеге сен кіріспе деп жатыр. Пайғамбарға уәлә тақфу мә ләйсә ләка бихи ғилм. Саған ілімі жүктелмеген, ілімі айтылмаған, білінбеген нәрсеге сен кіріспе деп жатыр. Кімге айтып жатыр? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға айтып жатыр. Ал біз кімбіз? Әй лә тақул мә ләм тағламху. Яғни сен білмеген нәрсеңді айтпа дейді. Ли расулихи, жаңа яқинан дейді. Анық білмеген нәрсеңді айтпа дейді. Біз саясатқа кіріп кетеміз ғой. Мұрнымыз ис бармайды. Біз соның ішінде жүріп, соның бәрін зерттеп, соның кеше ақылдасып келгендей соғып отырасың ғой. Бұның бәрі жақсылық емес. Алла тағала адамды жаратты. Пайғамбарымыз күллухум рағин ва күллухум мас'улун ан рағияти. Әр қайсы министрді де Алла соның пешенесіне жазды. Әкім қып та пешенесіне жазды. Талғат бауырымыз дұрыс айтады. Өзімізге жауап беруіміз керек. Өзімізге жауап беруіміз керек. Ол жүктелді, ол сұралады. Министр ол сұралады. Елбасы ол сұралады. Біз оларға баға беруші емеспіз. Алла тегін қойған жоқ оны. Құдайдың қалауымен. Сен қазір министр болам десең бола аласың ба? Құдай қаламаса боламайсың. Ол болды ма? Демек оның министр болуын Құдай қалап тұр. Демек ол соған жауапты. Мүмкін сол көтере алатын шығар соны. Бізді апарсана көтере алмай қалатын шығармыз. Кім біледі? Андай ақшаны көрген кезде. Алтын көрсе періште жолдан таяды дейді. Ол деген сөз ана періштеде нәпсі бар деген сөз емес. Қазақ мысалмен кетеді. Абайдың мына сөзін көбісі адам түсінбейді. Ораза намаз тоқтықта, иман кетер аштықта дейді. Сен қазір жағдайың Сирия сияқты болса дейді, оразаң да намазың да 5 тиын болып қалады да. Анау кетіп бара жатқан қайығыңмен суға батып атқан кезде. Абайдың айтқысы кеп тұрған сол. Басыңда тыныштық болғаннан кейін, біз не үшін отырмыз? Тыныштық болғаннан кейін отырмыз. Ораза намаз тоқтықта деген сол тыныштықта дейді, ораза намаздың қадірін білесің дейді. Ана ораза ұстайсың, кешкілік жаңағы қалденекке жаңағы соқтарды салқындатып қоясың жаңағы. Анау компот шеш дейсің. Ана шұбат қымызды әкеп салқындатып қоясың. Мынаны тарауықтан дейсің, мынаны тарауыққа дейін дейсің. Сәресіге ет астырып қойсың, қазылар туратып қоясың жаңағы. Айтасың, бүгін діміләмәш дейсің. Бүгін бір жақсылап бір қаз жейш дейсің. О тоқтықта ол сен.
Сосын мен қазір кішкене ғана жеш дейді, тарауыққа мешайт етеді дейсің. Тарауыққа келесің, от души шешініп, жеңіл киініп келесің, оқисың жаңа. Еще таңдайсың, мен мына бүгін ана орталықта күшті қари өтеді, соның артына барып тұрайын. Көрдіңіз, ораза намаз тоқтықта деп атқаны сол. Үйіңнен шығасың, бала-шағаң үйіңде, бала-шағаң ойнап отырады, үйіңде қалады жаңа. Сен асықпай көлігіңе мінесің, жаңағы автозаводкасы бар, мешітке келесің, шығасың, қазір шықпағанда қосып қойсың, шыққанша анау жылып тұрады жаңағы. Үйіңе келесің, гаражға кіргізесің, отырасың, бала-шағаң. А сен қазір үйіңді, бала-шағаңды біреу тонап атса, мешітке келе аласың ба сен? Келе алмайсың. Көрме, ораза намаз тоқтықта, иман кетер аштықта деген кезде, ол жаңа аштық болса деді, сен Пайғамбарымыз солсын не деді? Сондықтан кедейліктен сақтаныңдар деген. Кедейліктен сақтаныңдар деген. Алла басына не түсірмесін, адам дін сатып кетеді ол. Аштықтан адам өзінің адам жеген. Ол бізге таңсық емес, қазақ үшін. Қазір мысалы Пакистанды алып қара полиция күнде мешіт жарылады ғой. Ойла сен қазір. Мешітке кіресің. Аман шығам ба, шықпайым ба деп ойлап тұрасың да жаңа. Субханалла, ана біреулер бар ғой, қазір мешіттен қашып жүр ғой, мешітке зар болады. Мешітке зар болады. Анау абақтыға барған кезде айтты ғой. Біз жатып оқиықшы дейді да, айтыңызшы мыналарға дейді да. Оған мешіт ештеңе емес, оған тек жатқызып тоқытпайды екен. Строгий режим. Мен айтым саған имамдар айтты ғой дедім да кезінде. Тыныш тұр, амин деп айғалама. Мешіт қой, мешіт, есік ашық қой. Имамдар қумайды ешкім. Тек қана нені талап етеді, тыныштықты. Сол нығметтен айырылып қалмайықшы дейді имамдардың бар ойы. Бауырым қойсайшы дейді, тыныш тұрып оқы дейді. Айттым ғой, зар болып қалады адам. Намазханаға зар болып қалдық па? Зар болып қалдық. Мемлекет қызметкерлері еркін оқитын бе еді? Еркін оқиды. Оған да зар болып қалдық. Шүкір етуіміз керек біздер, шүкір етуіміз керек. Алла Тағала Құранда не дейді? Алла ешкімге зұлымдық етуші емес дейді. Біз өзімізге өзіміз зұлымдық етіп жатырмыз, болды. Өзімізге. Хизбут-тахрилер шықпағанда, таблиғшылар шықпағанда, уахабистер шықпағанда еш нәрсе де жоқ еді. Имамдарды тыңдағанда ешқандай бәле жоқ еді. Өзіміз тілеп алдық. Сауатсызбыз, оқымаймыз. Көрінгеннің жетегіне ілестік. Енді не болды? Тұрып, тәкбірін алып тұрып, қыбылаға қарап тұрып, намаз оқуға зар болып қалды олар. Бұл барлығы шектеулі нәрсе бұл. Мәңгі шектеусіз ол Құдай ғана. Не деді Алла Субханы? Қараңыздар. Пайғамбар саллаллаху алейхи салам пайғамбарымызға не деді? Білмейтін нәрсеңе кіріспе деді. Білмейтін нәрсеңді айтпа деді. Пайғамбарға ескерту салып жатыр. Біз жым отыруымыз керек қой. Арабтар айтады, сөйлеу күміс болса дейді, үндемеу алтын дейді. Бірдеңе айту маңызды бір нәрседе бір күміс болса дейді, жым отыру дейді, ол алтын дейді. Қазақ не деді? Үндемеген үйдей пәледен құтылады деді. Дана халқымыз айтқан. Пайғамбар айтты, "Мән кана юмину биллахи вал яумил ахир фалияқул хайран ау лиясмут" дейді. Ақыретке және Аллаға иман келтірген кім иман келтірсе дейді, ол жақсылықты айтсын дейді, айтамай ма? Лиясмут, үндемесін дейді. Қазақ не деді? Үндемеген үйдей пәледен құтылады. Бітті. Сөйлеудің қатерлігі не деді? Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі деді. Басқа бәле тілден деді. Тәрбие қараңыздар қалай болған. Сондықтан хадис бар. Адам баласы ұйқыдан тұрған кезде дейді, бүкіл ағза дейді, бүкіл ағза. Жүрегіміз бар, бүйрегіміз бар, қол аяқ, небір буындарымыз бар. Бүкіл мүше дейді, тілді лағнет дейді. Тіл дейді екен. Сен түзу болсаң, біз түзуміз деп айтады екен. Ал сен қисық болсаң деп, біз азап шегеміз дейді екен. Таңертең ұйқыдан тұрған кезде пайғамбар дейді, мына бүкіл ағзамыз тілді сөгеді екен, тілге ескертеді екен. Байқа деп айтады. Қазір жаңағы бірдеңе деп қаш, қамшы қай жеріңе де жоныңа тиеді. Тіл зиян шекпейді ол. Жауырының көреді да қамшының осы. Бірдеңе деп көш. Сондықтан ағзалар айтады, тіл байқаш дейді екен, байқаш сен. Сен байқаш дейді, сен түзу болсаң, біз түзуміз дейді екен. А сен бұзылсаң, біз қиналамыз дейді екен. Көрдіңіздер ме? Сондықтан ал пайғамбарымыз не деді? Кімде кім ауратымен, яғни зинадан, және тілін, яғни өсек ғайбаттан сақтай алса деді,
мен оның жәннатқа кіруіне кепіл бол. Ал пайғамбардан артық кім кепіл етеді саған? Оны өзімізге қалдырды. Тіліңді сақташы, зинадан аулақ бош, пайғамбар саған кепіл. Сондықтан өте сақ болуымыз керек, ықтиятты болуымыз керек. Алла тағала Құранда айтады, сен қандай бір сөз айтпа, оны бақылаушы періште бар дейді. Кеше біз өткен дәрісте не дедік? Абу Ханифа күшті мысал келтірді. Сырды жүректегіні періштелер де білмейді деді. Ол сенен іс-әрекет көрінген кезде ғана жазады. Мысалы, ол менің жүрегімде мұрат бауырым туралы не ойлап тұрған білмейді, а мен ұрғым кеп тұр. Періште оны білмейді. Оны Алла біледі. А мен оны қашан періште жазады? Ұрған кезде ғана жазады. Өйткені іс көрінді ғой, жұдырық барып тиді. Түсіндіңіздер ме? Алла тағала оқала: "Инна самға вал басара вал фуада куллу улаика кана анху мас'ула" дейді. Қараңыздар. Алла тағала Құран: "Инна самға" құлақ, вал басар көз, вал фуад жүрек. Барлығы дейді, осылардың барлығы ертең сұралады дейді. Біздің қазір көзіміз жылап жатыр. Жылап жатыр. Өйткені біз көп нәрсеге қарап жатырмыз да. Біздің құлағымыз қиналып жатыр. Біз көп нәрсені естіп жатырмыз. Жүрегіміз қынжылып жатыр. Неге? Көп нәрсені ойлап жатырмыз. Өйткені не үшін ол қиналады? Өйткені ертең сұралады. Есту, көру, жүрек, осының барлығы сұралады дейді мас'улан. Сұралады. Тілі жоқ, ол айтатын еді бізге көзіміз. Қарамашы сен деп. Ол айтатын еді. Құлағымызды айтатын еді. Естімеш оны. Айта алмайды, бірақ тілі жоқ. Жүрегімізде сөйтетін еді. Көре алмаушылық, қызғаншақтық. Міне соның барлығы ол дерт. Әттең тілі жоқ, тілі болғанда айтатын еді бізге. Фәләм юрахис ли расулихи ән ятакаллама ау юади ау яқзифа инсанан бил бухтан бизанни мин ғайри яқин. Алла тағала өзінің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам рұқсат етпеді сөйлеуді ілімсіз анық көз жеткізбей. Немесе жаңағы біреуді сөгуді, немесе қандайда бір адамға кінә артуды, яғни зұлымдықпен, яғни толық көз жетпестен осыдан адам аулақ болу керек. Анық көз жеткізу керек. Мынау шіріктің қатарында білесіздер ме? Шахадаты зур тұрады. Уқуқул валидайн ва шахадату. Шірік деген күнәмен пара-пар кеп тұратын нәрсе, мынау ата-анаға қастандық жасау, сосын жаңағы өтірік куәгерлік ету. Мен көргенмін, бәсен жерде бір отырған бағана сол дәрет сындырып тұрған деп жібере салуда жаңағы. Жағымпаздану басқа деген сияқты. Мұсылман оны істемейді. Файкайфа яснағу унасун юғадуна ва юғибуна ахарин. Ал енді қалай адамдар бір-бірін сөгіп балағаттайды дейді. Себептен, себепсіз, немесе бір ойдың жетегінде кетіп, біреуге бәле артпаңдар дейді Алла тағала. Оны пайғамбарына да рұқсат етпеді. Бизон оймен дейді, мен ғайри яқин дейді. Қараңыздаршы, анық көз жеткізбей жала жауға болмайды. Приблизительно шамамен деген нәрсе болмайды шариғатта. Курткасы ұқсап тұр деп жаңағы. Прическасы келеді деген сықылды. Тақиясы ұқсап тұр деген болмайды ғой. وتفسير الوقوف أنه إذا سئلت عن أمر لا تعلمه من حرام أو حلال أو أنباء من كان قبلنا قلت الله أعلم به. Ал бұның тәфсірі дейді. Егер сен жаңағы Құрандағы халал харам мәселесі сен білмейтін, және бізден алдыңғы қауымдардың хабары жайлы дейді, білмесең дейді. Дұрысы дейді, Алла білушірек деп айту дейді. Алла білушірек деп айту. وَإِذَا جَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ بِحَدِيثٍ لَا نَعْلَمُهُ. Егер бір адамдар келіп сұраса дейді, қандай да бір істі дейді, сен білмейтін, біз білмейтін. وَلَا نُطِقُ عِلْمَ ذَلِكَ بِالتَّجَارُبِ. Тіпті оны тәжірибемен де біз ол ілім туралыға шамамыз жетпейді. وَالْمَقَائِسِ. Қияс қылып та түсіне алмаймыз. تَرُدُّ عِلْمَ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَتَقِفُ. Оның ілімін Аллаға тапсырда, тоқтап қал дейді.
ومن تفسير الإرجاء أنه إذا كنت في قوم على أمر حسن جميل وفارقتهم على ذلك ثم بلغك أنهم صاروا فريقين يقاتل بعضهم بعضا فانتهيت إليهم وهم على الأصل الذي فارقتهم عليه وقاتل بعضهم بعضا فنسألهم فيقول كل واحد من الفريقين أنه هو المظلوم. Кейін егер жаңағы кешіктіру иржа мәселесінің тәпсіріне келетін болсақ дейді, Абу Ханифа айтады, ол дейді сен бір жақсы қауымның арасында болдың дейді. Осындай жақсы қауым дейді, жамағат біргелкі дейді. Сен оларды солай ұйымшыл халінде қалдырып кеткен едің дейді. Кейін саған дейді, олардың екі бөлікке бөлініп, бір-бірімен қырқысып жатқандығы туралы бағынбай жатыр ма істеп отыр? Жаңағы бір топ адамды дейді, сондай ұйымшылдықта сен кеткенде ұйымшыл ет дейді. Біраздан кейін саған хабар жетті дейді, жаңағы ұйымшыл болып отырған топ екіге бөлініп, бір-бірімен қырқысып жатқандығы дейді. Сөйтіп сен оларға келді дейді. Олар дейді, осы бөлінген халінде дейді. Бір-бірімен қырқысып. Сөйтіп сен сұрадың дейді. Сұрасаң дейді, олардың әрқайсысы айтады, мыналар кінәлі деп айтады дейді. Мен кеткенде осылай бәріңіз ұйымшыл болып отыр едіңіз, бір уақытта мен Алматыға жеткенде хабар келді, Нұр Мүбарак кеткен. Ойбай, мыналар екіге бөлініп алды деген. Сөйтіп мен қайта қайтып келдім. Неге бөліндірді десең дейді да, Абу Ханифа айтады, екі жақ бір-бірін мен зәбір көрдім, анау айтады дейді, мен зәбір көрушім, мыналар залым деп айтады дейді. Не айтқысы келіп жатқан қазір тыңдаңыздар. وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ وَلَا لَهُمْ شُهُودٌ مِنْ غَيْرِهِمْ. Олардың дейді, өздеріне басқа ешқандай куәгер жоқ дейді. Осы жерде отырып бөлінгендеріңіз, ешкім қаскелең куәгер боламайды. Тек кім куәгер болады? Екеулеріңіз бір-бірлеріңізге ғана. Осылай мен кеткенде осылай отырған едім, мына Русекеңнен былай бөліндіңіздер де қырқысып кеттіңіз бір мәселеде. Мына жер дұрыс айтпады, мына жер дұрыс айтты. Мен келдім, не болды? Бізде аналар бастады, не болды дедім? Мыналар бастады деді. Анау телефон сөндірмей қойды дейді. Мен дәріс тыңдай алмай қалдым. Ол кісі айтады, жоқ, сен телефон сөндірмей қойыпсың. Жоқ, одан емес дейді. Одан емес дейді, негізі ол. Тәкеңнен дейді жаңа. Осылай басталады дейді. Ал енді осы сіздердің осы жерде болған нәрселеріңізде өздеріңізден басқа куәгер бар ма дейді? Жоқ дейді. Өздеріне куәгер болады. Сонда біреу тұрып айтуы мүмкін де, қойайық жігітте, сен ғой телефонды сөндірмей қойған. Болмаса сен ғой деген сықылды. Сыртта біреу көрді ме сіздерді? Көрген жоқ. Неден мәселені туындаған? Өздеріңіз ғана білесіздер дейді. وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ وَلَا لَهُمْ شُهُودٌ مِنْ غَيْرِهِمْ وَقَدْ تَرَى الْقَتْلَ بَيْنَهُمْ وَلَيْسَ وَالظَّالِمُ مِنْهُمْ بِبَيِّنٍ. Енді арада зәбір шеккен біреу жатыр, таяқ жеген плотно. Жаңаға бауырымыз. Енді анады біз емес дейді. Мыналар айтады, біз емес дейді. Сонда кім? Сіздерден басқа ешкім жоқ. Және мұн жақта куә етеді, мынада куә етеді, басқа куәгер жоқ. وهما خصمان لا تجوز شهادة بعضهم على بعض فينبغي لك أن تعلم أنهما ليس كلاهما بمصيبين. Енді дейді, бұл екеуі қарсы тарап дейді. Оларды бір-біріне куәгер етуге болмайды дейді. Бір-біріне. Бұндай жағдайда дейді, فينبغي لك أن تعلم أنهما ليس كلاهما بمصيبين. Жаңағы саған тиіс болады дейді, бұндай жағда дейді. Білуің дейді. Бұл екеуі бір-бірлеріне жамандық ойлаушы емес деген нәрсені дейді. وَقَدْ قَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُخْطِئَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا مُخْطِئٌ وَالْآخَرُ مُصِيبٌ. Енді дейді, ол екеуі сен үшін тең дейді. Бірақ арада потерпевший бар. Енді бұл қателік дейді, екі тараптың қателігінен болды. Немесе екі тараптың бір жағы дұрыс, бір жағы қателікте болды. Артада бауырымыз таяқ жеді плотно жаңа. Қол аяғы сынды жат. Мысал ғой енді, Құдай сақтасын.
Жамағатта ондай болмас. Енді сіздерге жақынырақ түсініктейін деп жатырмын ғой енді. Бөлініп кетпеңіздер, Құдай сақтасын. Содан жаңағы не істеді? Екі тарапты бір-біріне куәгер ете алмайсың. Мойындайын деп тұрған жоқ. Түсіндіңіздер ме? Ал енді осы кезде дейді, бұл кісі зардап шекті, екі тарап бірдей қателесуінен, немесе бір жағы дұрыс болды да, бір жағының қателігінен. Түсіндіңіздер ме? Қазір жақсылап осы момент түсініңіздер. وَمِنَ الْإِرْجَاءِ أَنْ تُرْجِيَ أَهْلُ الذُّنُوبِ وَلَا تَقُولُوا إِنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. Енді жаңағы мұржилардың қателіктері дейді. Олардың жаңа күнә жасаушы иелерін дейді. Олардың тозақтық болмайтын деулері дейді. Мысалы, бір адам күнә жасады мына жерде. Мұржиялар айтады, тозаққа кірмейді дейді. Ол кәлима айтып тұр ғой дейді. Қарижиттер келеді, екінші фариқ деп атқан сол ғой, жаңа бөліп атқан. Біреу мұржилар, біреуі қарижиттер. Арада бір адам тұр, мұсылман, күнә жасаған. Мұсылман шықты, бүгін жаңа жыл ғой деді, тартып алды. Мысалы ғой енді, Құдай сақтасын да. Тартып алды. Мынау не деді? Күнде жаңа жыл болып атқан жоқ қой деді. Енді не істеді? Мұржиялар тұрып айтады, бұл іс үшін тозаққа кірмейді дейді. Қарижиттерге айтты, бұл осы үшін тозақта мәңгі қалады деді. Түсіндіңіздер ме? Мәңгі қалады деді. Бірақ мынаған үкім берілу керек қой. Мынаған үкім берілу керек қой. Қарижиттасаң не болады? Кәпір мәңгі тозаққа. Аналарға салсаң, сүттен ақ судан таза. Өйткені оларда не дейді? Кәлима айтқаннан кейін күнә жазылмайды дейді. Мұржиялар да солай жаңа. Ла иляха илlalloh Мұхаммад Расул деп тұрған адам зинасы, ол зина жасады деп жазылмайды дейді, ештеңе жазылмайды. Амин ахлил жанна. Ол айтады, "Уала тақулу иннаху мин ахлин нар, ау мин ахлил жанна" дейді. Яғни тозақтықты емес, жәннаттықты емес деп. Фа инна наса индана ала салат маназил. Ол айтады дейді, бір адам күнә жасады дейді, сосын дейді, ол жәннатта да емес, тозақта да емес. Сонда қайда? Адамдарды біз үш сыныпқа бөлеміз дейді. Осын жақсылап түсініп алыңыз. Әл-әмбия, біріншісі пайғамбарлар. Мин әхлі жәнна. Олар жәннаттық болады. Уаман қалатыл әмбия. Және пайғамбар айтқандар жәннатты болады. Иннаху мин әхлі жәнна деп. Мысалы, пайғамбарымыз Абу Бакр не деді? 10 сахабан не деді? Біз соларды. Пайғамбарлар қайда? Жәннатта. Пайғамбар айтқан 10 сахаба қайда? Жәннатта. Ал пайғамбар айтпаған нәрсе біз айтамаймыз. Фахуа мин ахлил жанна дейді. Уа манзилатун, екінші деңгейдегі адамдар дейді. Лил мушрикин нашхаду алейхим аннахум мин ахлил жанна. Мушриктер, олар кімдер? Тозақтықтар. Оған ешқандай талас жоқ. Егер сол мушриктігінде не істесе, өлсе. Уа манзилату сали, үшінші ли муахидин. Үшіншісілер бұл Құдайды танитындар. Нахифу алейхим. Бұл жағдайға келген кезде біз тоқтаймыз дейді. Фәлә нашхаду аннахум мин ахлин нар уала мин ахлил жанна. Біз ол жәннаты немесе тозақы деп кесіп тастамаймыз дейді. Ол жалпы 99% мұсылмандар былайша айтқан кезде. Түсіндіңіздер ме? Уалакинна наржу лахум. Бірақ та біз оларға не істейміз дейді? Тілейміз Алладан. Уанахафу алейхим. Және олар туралы қорқамыз. Алла жарылқасыншы, осыны кесіршінші деп. Уанақулу кама қала азза ва жала. Халату амалан салиха ва ахара сайиян асаллаху ан ятуба алейхим. Бұлай дейді. Олар жақсы амалды шатастырды дейді. Басқа бір қателікпен дейді. Мүмкін Алла олардың таубасын қабыл етер дейді. Мүмкін. Мүмкін емес деген жоқ қой. Мүмкін. Адам бір кемшілік жасса, Құдайдың кешу мүмкін бе, мүмкін емес пе? Мүмкін. Сондықтан ешкімнің кесіп тастамаңыздар. Көріңді өкіргір, тозақта жаңғыр деп ешкімді айтпаңыздар. Мүмкін Алла кешеді. Олар дейді, жаман істерді жақсы істермен араластырды дейді. Ғасаллаху ән ятуба алейхим. Алла мүмкін олардың күнәларын кешіп жіберуі, таубаларын қабыл ету. Ықтимал.
Өйткені Бұхариде 100 адам өлтіргеннің тәубасын Алла не істеді? Қабыл етті. Ла тақнату мин рахматилла, Құранда Алла тағала айтады, сендер Алланың рахметінен күдер үзбеңдер дейді. Күдер үзбеңіздер ешқашан. Алла мейірімді, ғафур. Бірақ ғалымдар айтады, сонымен қатар Алланың қахар, мутакаббир екендігін ұмытпаңыздар. Ол азаптаса ешкім олай азаптай алмайды. Фанаржу лахум ли анна Аллаха таала, оларға біз кешірім сұраймыз. Алла тағала айтады, инна Аллаха ла яғфиру ан юшрака бихи, Алла тағала өзіне серік қосқан ешқашан кешпейді. Ва яғфиру ма дуна залика лима яша, ал ширктен басқа аталған күнәнің бәрін қалағанына Құдай кешеді. Қалағанына Құдай кешеді. Қойт ол кім болсын? Яғни мұсылман бол, кредит алама, ол кісі өлтіреме, Құдай кешеді оны тауба еткен болса. Ва нахафу алейхим бидунубим, оның күнәсі қателікті, ва қатаяхум, қателіктер үшін қорқамыз. Я Аллахым, мұсылман бауырларымыз кешірсін. Мысалы біреу кредит алды ма, Алла кешуі мүмкін, бірақ біз не істейміз? Қорқамыз. Өйткені кешпей қалу мүмкін ба? Мүмкін. Тәубасын қабыл етпей қалу мүмкін бе? Мүмкін. Сондықтан біз не істеуіміз керек? Алладан үміт етуіміз керек. Алладан күдер үзбеңдер деген. Бірақ нәрсенің күдер үзілген кім? Ібліс. Одан кейін Құранда айтылған. Нелер? Перғауын, Қарун, Намруд, Ібліс, бұларда үміт жоқ. Абу Жахл, Абу Лахаб, әйелімен. Қалған пайғамбар айтқан жәннәтлер жәннат, қалғандарына үкім бермейміз. Алла кешіруші, Алла білуші деп қалдырамыз. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. يا رب Алла тағала бір өзіңе ғана құлшылық етіп, бір өзіңе ғана жәрдем етеміз. Я Раббым, Алла тағала біз үміттенеміз, сен біздің қателіктерімізді кешіресің. Я Раббым, Алла тағала сен сұра дедің, біз сенен сұраймыз. Біздің кеткен кемшіліктерімізді сен кешір, я Рабб. Я Раббым, Алла тағала бір өзіңе ғана мінәжат етеміз. Тілеген тілек дұғаларымызды, құлшылықтарымызды қабыл ете көр. Я Раббым, Алла тағала дүниеден өткен ғалым ағамыз Абзаттар Шәкірұлын, я Раббым, бір өзің көшесінен жарылқап, я Раббым, бұл дүниеде жасаған жақсы іскі амалдарын, я Раббым, амал дәптерінің оң жағында таразысының жақсылық жағынан басуды Аллахым нәсіп ете, я Раббым. Я Раббым, Алла тағала пендешілікпен кеткен кемшілік қателіктер болса, бір өзің ғафур рахим сипатымен кешіріп, я Раббым, о дүниеде жүзін жарық етіп, пайғамбарлармен, шухадалармен, салихиндармен болуды Аллахым бір өзің нәсіп ет. Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина ғазабан нар бирахматика. Аллаху акбар.